Сәлем достар, бүгінгі видеомызда екі клавишті выключательмен электр шамын жалғап қосатын боламыз. Өткен сабағымда, өткен видеороликте айтқан болатын. Қалай выключатель жалғауды көрсеткен болатын, патрон жалғап көрсеткен болатын, және де изоляцияны қалай ашу керек екенін, одан кейін қалай скруткамыздың біздің ұзындығы қандай болу керек екен, қалай жалғау керек екен, бұрау керек екен. Одан кейін бізде мына тарату қорапшаның ішіндегі келіп тұрған кабельді, яғни ұзындығы қандай болу екенін айтқан болатын. Тағы да айтатын кетейін, бізде тарату қорапшасына келіп тұрған кабельдің ұзындығын 20-15 сантиметрді қалдырамыз осындай. Не себептен екенін айтқан болатын. Себебі бізде мысалы қателеп жалғайтын болсақ, мына скрутканың басын қайтадан кесіп тастап, қайтып жалғауға да болады. Өте ыңғайлы. Так, бастайық. Так, бізге керек құралдар, яғни отвертка керек бар, канцелярский пышақ және бізге утконос дейді. Одан кейін қысқаш керек болады. Так, екі клавишті выключатель жалғаған кезде клавишті көрсетіп кетейін, екі клавиш қалай жалғайтынын. Көрсетіп кетейін. Екі клавишті выключатель жалғаған кезде біздер фазы про сымын біздер мына үш контакт тұр ғой, үш контакттың бір контактысына кіргізетін боламыз. Мына екі контакт бұл бізде яғни екі электр шамына кететін. Біріншісі болса, мына екіншісінде. Ешқандай айырмашылық. Мынаған жалғаса болады, немесе мынаған жалғаса болады. Мысалы, мына включатель қосқан кезде бізде мына шамды жалғасақ болады дегенде. Мынаны қосқан кезде включательді мына шамды жалғасақ болады мысалы. Енді біздің шамымыз қалай жұмыс жасап тұр, істеп тұрған жоқ, соны тексерсек те болады. Мынандай индикаторын отверткамен болады мысалы. Бірінші мынаған қоямыз, бірінші мына жағына. Одан кейін мына отвертканы алсақ болады. Одан кейін міне қараймыз. Біз басып қараймыз, көтеріп басамыз. Істейді жанып тұр. Міне жанып тұр. Өшірем. Өшті, міне жоқ. Сіз келесінде былай тексерсек болады. Осы индикатор отверткамен тексерсе болады. Мысалы, ішіндегі мысалы контакт кетіп қалуы мүмкін. Фаза сымын біздер мына келіп тұрған бір контактіге жалғаймыз, фазы жалғаймыз. Фаза сымы бізде мына контактіге және мына контактіге питание беретін болады. Мына включатель басқан кезде питание бізде мына контактіге барады. Мына басқан кезде мына контактіге баратын болады. Егер де былай жалғап қоятын болсаңыздар, былай жоғарыдан мына контактіге немесе мынаған фаза беріп қоятын болсаңыз, мына контактіге мына контактты шам жалғайтын болсаңыз, онда қате жанатын болады, дұрыс істемейтін болады включатель. Бірінші мынаны басу керек болады, одан кейін мынаны басқаннан кейін барып бізде неше шам жанатын болады. Сондықтан да осыған мұқият боламыз, қараймыз. Бізге екі клавиш алғаннан кейін бізге үш жилды кабель керек болатын болады. Яғни бірінші біздер мынау қоңыр сымды өткенде айттым ғой, менде фазы деп алатын. Қоңыр, ақ, қара проводтарды, сымды көбінде фаза етіп алады. Бұл европейский стандарт. Бірінші фаза сымын бір контактіге жалғаймыз ең әуелі. Жалғағаннан кейін тексеріп қараймыз, тартып, кабеліміз дұрыс жалғанды ма? Мысалы, кейбірінде болады, шығып кетеді. Дұрыс жалғамаймыз, мысалы, байқамай қаламыз дегенде. Одан кейін кабельді екінші, мына сарыны мен мысалы бір лампочка жіберем, көкті екінші лампочка жіберем. Мұнда артығымен қалдырамыз, осы запаспен. Тартып қараймыз, яғни жанына жинап қоямыз артығын. Мына контактіге сымды салған кезде
Біздер оң жаққа қарай бұраймыз ғой мысалы, яғни тартқан кезде отвертпен. Сондықтан да мына оң жағына қарай саламыз, яғни біздің кабеліміз ішке қарай тартылу керек. Сол жағына салатын болсаңыздар, онда біз кабеліміз сыртқа қарай шығып кете беретін болады. Соғанда мұқият болу қажет. Әрдайым монтаж жасағанда өзіңізге ереже қалыптастырсаңыз болады. Мысалы, әрдайым мысалы тарату қорашының астынан включатель жібересіз постоянно. Жоғары жағынан электр шамын, яғни светильник, люстраға кететін электр кабельдерді жоғары жақтан кіргізесіз. Яғни сізге ыңғайлы болады. Мысалы, сіз 1 ай 2 айдан кейін мысалы кабель жүргізіп кеткен 1 ай 2 айдан кейін келесіз, мысалы сіз ұмытып қалуы мүмкінсіз. Егер жанынан астынан кіргізіп кететін болсаңыз, мысалы кабельдерді, онда сіз мысалы ойланып тұрасыз, мынау розетка кеткен кабель ме, немесе включатель кетіп жатқан кабель ме деп, яғни қиындық туындырады. Сондықтан артық жұмыс жасамау үшін осылай өзіңізге басынан бастап өзіңізге ұстаным осылай қалыптастырсаңыз болады. Одан кейін мынау бізде питающий кабель, яғни қоректенетін кабель, фазамен 0 келетін кабель. Бұл электр щиттен келетін кабель. Сонда бізде 4 кабель шығады, мысалы 1, 2, 3, 4. Осыны саналамыз. Мысалы кейбір уақытта болады, мысалы питающий кабельді ұмытып кетеді салуға деген. Лампочкаге, мысалы светильникке баратын, мысалы люстраға баратын, точный светильникке баратын кабельді салуға ұмытып кетіп жатады мысалы. Сондықтан да олай болмау үшін бәрін қарап, дұрыстап тексеріп жүргізген дұрыс болады. Енді тарату қораша ішінде айтқан кезде кішкене ыңғайлы жинақы болу үшін мен өз басым былай істеймін көбінде. Мысалы кабельдерді былай бір шетке әуелі жинап аламын. Кабельдерді былай шетке бір шетке жинап аламын. Мысалы бір шетке жинап алып, одан кейін барып бастарын мысалы осылай бір деңгейде, яғни бір келке қылып кесемін. Кейін коробканың ішіне жинап салған кезде осылай бір шетке жинайсыз да бәрін бұрап саласыз. Мысалы сіз мына ішіне розетка, 2 розетка жүргіземін, тағы да светильникке, бана электр шамына кабель жүргіземін десеңіз, мына тарату қорапшасын, яғни көлеміне қарау керек болады, ауданына. Сіз сыйғыза аласыз ба сол бүкіл кабельді? Мысалы, бұдан да мынаның диаметрі 100 мм. Бұдан да үлкен алу болады, мысалы 120-лықтар бар, мысалы соғанда мұқият боламыз. Енді мына кесіп алдым. Кесіп алғаннан кейін бұлай қайтадан орнына келтірейін. Мысының бір жақсы осындай жұмсақ болып келеді, икемді болып келеді, алюминий сым қарағанда, сондықтан көбінде мыс сымын жүргіземіз. Жақсы. Так, изоляциясын басын ашып алайық. Изоляцияның басын ұзындығын ашаймыз. Скруткамыздың біздің ұзындығымыз жоқ дегенде 4-5 см болайық. Сондықтан мен мысалы 5 см көлемінде изоляцияны ашаймын. Ең әуелі жалғамастан бұрын бірінші дұрыстап мұқият қарап аламыз, бөліп аламыз. Мысалы бізде келіп тұрған кабеліміздің питающий кабель, қоңыр сымды мен фаз ретінде алам, көкті 0 ретінде алам, және сарыны яғни заземление сымы ретінде алам. Ең әуелі включательге баратын кабельді жалғап аламыз. Включательге бана қоңыр сымды мен фаз ретінде жібердім. Фазыны бірінші включательге жібереміз. Келіп тұрған фазаны включательге жібереміз. Бірінші осылай қолмен бұрап аламыз. Осылай қойып қойса болады. Одан кейін мына екі сым бізде включательден шыққан екі сым, сары және көк. Осы сарыны мен мына лампочкаға жіберем, көкті мен мына лампочкаға жіберем. Яғни бірінші лампочкаға барып тұрған менде білікті лампочкаға барып тұрған сымды, мысалы қоңырды жалғаймын. Қоңыр сым жалғаймын. Жалпы негізі кабельдерді, сымдарды
бір түсті алған жақсы. Мысалы лампочканың түсі басқа болып, включательге басқа болатын болса, сізге өзіңізге қиындық туындыруы мүмкін. Енді әрдайым жалғап жүрген адамға ол қиындық туындырмайды. Бірақ егер де бастап жатсаңыз, егер жаңадан бастап жатсаңыз, онда сондай болған дұрыс. Бір түсті. Так, мына көк сарысымды жібердім мына лампочкаға. Енді екінші көк сымымды, яғни екінші лампочканың қоңыр сымына жіберемін. Қоңыр сымына жіберемін. Мына жібердім. Енді осылай қояйық. Одан кейін бізде 0 қалады. 0 сымын аламыз. Яғни мына екі электр шамның 0 сымын, екісін бірге аламын, және келіп тұрған питающий кабельден кетіп тұрған сымын, көк сымды, яғни 0 етіп алған. Соны бәрін бірге жалғаймыз. Осылай жалғап аламыз. Көріп болса болады. Одан кейін екі шамнан келіп тұрған сымдарды, сары сымда, яғни заземлейді қалған. Оны келіп тұрған заземлей сымына жалғаймыз. Қараймыз. Міне бізде бірінші бізде қоңыр сым фазы бізде включательге барады. Включательден шыққан екі сымымыз, яғни сары мен көк. Бұны бірінші сарыны, мысалы, бірінші лампочка жібердім, көкті екінші лампочкаға жібердім. Одан кейін екі лампочканың 0-ын бір жерге жинадым міне. Мына заземлен сымын. Осылай бірінші жинап алып тексеріп алсаңыз болады. Одан кейін барып, яғни қысқашты алып, біртіндеп егер дұрыс жалғаған болсаңыз, өзіңіздің сенімді болсаңыз, онда яғни тоқтай скрутка жасап бұраймыз. Бізде көбінде өрт шығатын, яғни пожар болатын көбінде осы, яғни дұрыс бұрамаудан болады көбінде. Осылай бұраймыз. Жалпы негізі скрут жасаған кезде сымды мына ортасынан көп бұрамаймыз. Неге? Бізге сымның қалыңдығын, яғни бұраған сайын бізде не сыртындағы сымның қалыңдығын азаяды, яғни үгітіліп түседі. Сондықтан бас жағынан бұраймыз. Бас жағынан бұраймыз да, бас жағын мысалы кесіп тастаймыз. Осылай қалған сымдарды да не істейміз? Тартып шығамыз, бұрап. Міне скрутка бізде осылай болып шықты. Ұзындығы 4 см, 4,5 см-ді 5 см-дің изоляциясын ашыдық. Одан кейін 4 см көлемінде бұраған кезде сондай болды. Енді осы скрут жасағаннан кейін бізде сварочный аппаратпен уголь бар, уголь. Сонымен сваркілейміз бастарын. Сваркілесек, бізден сапалы контакт болады. Немесе олумен ол бола болады. Арнайы ыдысқа салып, олуны балқытып, олумен сыртын жалатса болады. Енді қазір изоленттай боламыз. Изоленттейміз. Изоленттеп көрсетемін, қалай жасау керек екенін. Изолентті ораған кезде ең әуелі бұлай мына жерден бастап ораймыз. Мына жерден емес, мына жерден орасақ болады. Осылай дұрыс болады. Изолентті аламыз. Изолентті ораған кезде ораймыз да, мына саусағымызбен біздіңше тартамыз. Тартып ораймыз осылай. Тартып орасақ болады осылай. Мына саусақпен де тартамыз бас бармағымызбен. Немесе мына саусақпен де бүйтіп тартсақ болады. Өзіңе ыңғайлы бар. Өзіңе қалай ыңғайлы солай. Одан кейін ораған кезде арты мен басын ораймыз былай. Яғни біз ұшы біз кішкене өткірлеу болады ғой. Оттан кішкене орап барып, сосын барып қайтадан орайтын боламыз осылай. Осылай ораймыз қайтадан. Немесе былай тартып орасақ болады. Осылай 2-3 қабатты орасақ жеткілікті болады. 4-5-6 рет орамаймыз. Сосын бүйтіп
тартып тастаймыз. Мына бізде осылай оралып шығады. Изоляциямыз бізде осылай болады. Осылай қалған скруткаларды да орап шығатын боламыз. Орап болдық. Енді банағыдай бастапқы қалыптағыдай біздер кабелімізді жинаған скрут жасаған скруткаларымызды бір жерге осылай жинаймыз да. Осылай жинаймыз. Бастапқы қалыптағыдай бана кескен. Кейін бұлай біртіндеп орап салсақ болады. Орап басып салсақ болады. Міне біздің скруткамыз жиналды. Біздің скруткамыз 4 кабельге тарату қорапшасымызға, яғни сыйып тұр. Ешқандай несіз артық итеріп тұрған жоқ, ешқандай барлығы сыйып тұр. Міне қақпағын жабамыз. Бұл осылай тұрады. Осылай бюджетный вариантта жинауға болады. Енді тексеріп көрейік. Міне бана айтқандай, мына клавишті мен мына лампочка жіберген болатын, мына клавишті мына электр шамына лампочка жіберген болатын. Яғни екі лампочкаде бізде істеп тұр деген сөз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Егерде видеоны соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, қарап шыққан болсаңыздар, видео ұнап жатырса, комментарияға пікір қалдырып, лайк басып кетеміз.